әйтеуір бір кезде алам, байыған кезде алам деген сөзден шаршадыңыз ба? Онда осы видеоның соңына дейін көріңіз. Бір нәрсе алу үшін адамда мақсат болу керек. Нақты мақсатыңызды білу керексіз. Қазір мен 3 мәселеден қозғай кетемін. Біріншісі, сіз өзіңіздің не қалайтыныңызды, не алатыныңызды нақты алдыңызға мақсат қылып қойыңыз. Нақты мақсат қылып қойған кезде білесіз оны. Әйтеуір бір нәрсеге жинау ақшаны дұрыс емес та. Әйтеуір бір нәрсеге жинау дұрыс емес. Либо үй аласыз, либо машина аласыз, солай мақсатыңызды айқындап алыңыз да. Екіншіден, қаражатты қазір қанша теңге тауып жатсыз? Соған қарай алатын үйіңіздің, жоқ көліктің деп айтайықшы, мысалға, бағасын нақты біліңіз. Жобалап, примерно деген нәрсе болмайды. Колесодан көресіз бе, крышадан көресіз бе, нақты соның суммасын біліп алыңыз. Сол кезде сіздің қазір қанша теңге айлық тауып жатқаныңыз, оны қанша айда жинай алатыныңыз белгілі болады, Ол екінші мәселе. Қанша ақша тауып жатсыз қазір? Может 200 мың тауып жатсыз, Сол кезде 500 мыңға көбейтесіз. 5 миллионды алу үшін сіз ақша жинауыңыз керек қой. Мақсат қойдыңыз алдыңызға, 10 айда аламын, 1 жылда аламын деп. Болмаса 8 айда аламын депші. Соған қарай өзіңнің табыс көзіңді үлкейте бастайсың. Қосымша табысты тауа бастайсың. Мақсат айқын болған кезде адам соған қарай қосымша жұмыс жасайды да, өзінің қанша теңге тауып жатқанын сол кезде анықтай бастайды. Қанша расходы бар, қанша доходы бар дегеннің бәрін есебін біле бастайды да сол кезде. Үшінші айта кететін жағдай, қаражатты жинаған кезде, мысалға, емкістіңіз болады сіздің. Айтайықшы, мысалға, мен қазір таңда айына 1 миллион теңге табыс таба аламын. Мен емкістім осындай. Ақырын үлкейтіп жатырмын да. Сол үшін 200 мың теңге тауып жатқан адам кішкене ақырындап 500 мыңға көтереді, 500 мыңнан кейін 700 мыңға көтереді деген сияқты да. Солай емкіст болады да әркімде. Сол үшін алдыңа мақсат қойдың, оны ақша жинап жатқан кезде өзің 200 мың теңге тауып жүріп 2 миллион табам деген ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Либо 200 мың теңге тауып 1 миллион табам деп алдыңа мақсат қойған, ол да дұрыс емес та. Ақырын үлкею керек та сіздің емкісіңізше. Сол үшін 1 ай жұмыс істейсіз, 2 ай жұмыс істейсіз, 3 ай жұмыс істейсіз, сол 200 мың теңге тауып жүрген адам айына 1 миллион таппадым деп выгорание түсіп кетуі мүмкін да. Сол үшін мақсаттарыңызды айқындап қойыңыздар алдарыңызға. Алатын затыңызды айқындап алыңыз, одан кейін оның қанша тұратынын біліп алыңыз. Үшіншісі, өзіңіздің табыс көзіңізді айтқан кезде планканы өте қатты жоғары көтеріп жүрмеңіз. Өзіңіздің шамаңыз келгенше істеңіз да. Сол кезде сіз выгоранияға түспейсіз, ақырын ақша жинау да басталады. Өзіңіздің қойған мақсатыңызға жетуіңіз оңай болады. Сау болыңыздар.